Хабаш патшасының пана болуы. Меккедегі қысым күн санап күшейе берді. Паналайтын ірі туысы жоқтарға күн көрсетпеді. Пайғамбар оларды Хабаш еліне жіберуге мәжбүр болды. Османды басшы етіп 15 адам жолға шығады. Артынан Жапар бастаған 103 адам және көшті. Олар Хабаштың патшасы Нәжаждан пана сұрады. Олардың артынан бір топ қарулы қуғыншы іздеп келді. Олар Хабаш патшасына көп тарту таралғы беріп, мұсылмандарды Меккеге қайтаруды сұрайды. Хабаштың патшасы мұсылмандардан: «Не үшін қаштыңдар?» деп сұрады. «Біз Мұхамбет атты жаңа пайғамбардың үмбетіміз. Біз адам өлтіріп келген қашқын емеспіз. Мойнымызда қарыз да жоқ, борыш та жоқ. Бір Алланы ұлықтағанымыз үшін күн көрсетпеді. Мұхамбет сені дос көріп, бізге сенен пана сұрай жіберді». «Мұхамбетке кітап түскен бе?» «Иә, түскен. Құран деп аталады». «Құранда Ғайса туралы айтылған ба?» «Айтылған. Біз Ғайсаны да, оның анасы Мәриямды да жақсы білеміз», деп Жапар Мәриям сүресін оқи жөнелді. Құранның құдіретті әуезі патшаның 62 тамырын иітті. Ол тебіреніп: «Әнжілде Ғайса өзінен соң әлемдерді жұбатушы ұлық пайғамбардың келетінін айтқан. Егер менің жүрегім алдамаса, Мұхамбет сол жұбатушының нақ өзі. Біз оның рухани бауырымыз. Мен бауырымды діні бөлек бөтенге тұтқын етіп бере алмаймын», деді. Қуғыншылар бос қайтты. Кейін Мұхамбеттің даңқы жер жарған кезде Хабаш патшасының талай қызметшісі оны іздеп барды. Бір көруге ынтық болды. Әділетті Мұхамбет те олардың бұрынғы жақсылығын ұмытқан жоқ. Хабаштан қонақтар келген сайын пайғамбар оларды төбесіне көтеріп, төріне отырғызатын. Бұл достық мәңгіге қалды. Ал Жапар бастаған мұсылмандар Мәдинада пайғамбармен қайта табысты.